Ауылға қысым көрсетілгені туралы бір айта ма екен? Ауылға қысым көрсетіліп жатыр. Себебі ауыл азаматтарына штраф салып жатыр. Заңсыз деп істеген әрекеттер. Ол азаматтар ауылды жерім, суым деп жүгіріп жүріп қорғап жүр. Уланбасын осы табиғатымыз. Суымыз уланбасын деп жалғыз Маралки ауылы емес, Мұқым Күршім ауданы уланады. Шығыс Қазақстан уланады ертең ертіске түссе. Соның бәрін олар билік біліп отыр, бірақ үндемейді билік. Неліктен? Себебі олардың бәрі сатылған, шын айтса. Халқын, елін ойламаған билік керек емес бізге. Өзіміздің жергілікті әкім, район әкімі, облыс әкімі халық жақ болу керек негізі. Олар олигарх бір 3-4 адам мүддесін қорғап отыр. Олар қазып кетеді шетелге қашып. Халық қалады осы жерде, қара халық, табиғатта. Бүлінген табиғат керек емес, сол үшін біз жиналып табиғатымызды қорғап жатырмыз. Ауылдастарымызды қорғаймыз, қолдаймыз. Сондай заңсыз болып жатыр бұл жерде. Заңсыз штраф салып жатыр, заңсыз апарып қамап жатыр алдын. Әділ деген азаматымызды қамап тастады 10 суткаға. Оның бәрі заңсыз істеп отыр. Күршім роботысынан сұраса, кеше келді журналистер, сұраса айтады дейді, біз емес жоғарыдан келді, приказ келді, соны орындап отырмыз деп. Сондықтан местный билік бізге керек емес, местный әкім керегі жоқ, халықты қолдамаса. Біздің ойымыз солай. Балық басынан терейді деген, иә? Ауылға қысым көрсетіліп жатыр деген рас па? Сол туралы бір неме айтасыздар ма? Бір ауыз сөз. Мына клуб халықтікі ғой енді. Міне осындай жерде өткізіп жатырмыз, шара өткізіп жатырмыз. Ол бізге неге ашып бермейді, біз неге осындай далада өткізуіміз керек?